Сәлем достар, сіздермен бірге мен Дамира сіздерге сүзбелі бәліштің ең жұмсақ, ең дәмді рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий. Бәлішімізге керекті заттар: ұн, жұмыртқа, қаймақ, қант және қопсытқыш сары май. Ұнымызға қопсытқышымызды салып араластырамыз. Қопсытқышымызды салып болған соң, сары майымызды саламыз және оны араластырамыз. Бізде сарымай салқын сарымай болу қажет және оны жақсылап араластырамыз. Қамырымызды майымызды араластырып болғаннан кейін қантымызды саламыз. Және қаймағымызды саламыз осыған. Және жұмыртқамызды саламыз. Міне осыдан кейін бізде қамыр пайда болады. Міне бізде осындай жұмсақ қамыр пайда болды. Егер де сіздердің ұндарыңыз кішкене көп болып, қамырларыңыз бірікпей жатса, аздаған сүт құюларыңызға болады. Енді осыны алып, пакетке салып, жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Мендегі сүзбем өте майлы және жұмсақ, сондай сүзбеміз өте майлы, сондықтан маған блендермен араластырудың қажеті жоқ. Егер де сіздерде құрғақ сүзбелеріңіз кішкене қаттылау болса, онда блендермен араластырғандарыңыз жақсы. Енді сүзбемізге біз қантымызды салып және қаймағымызды салып, екі жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламын. Міне біздің сүзбеміз дайын. Енді қамырымызды алып жаямыз. Қамырымызды алдық. Енді осыны екіге бөлеміз және біреуін тапамызға жаямыз, екіншісін оның үстіне әсемдеу үшін керек. Енді тапамызға қамырымызды жаямыз. Міне қамырларымызды жайдық, дайын болды. Мына тапамыздың үстіне май жағып, қамырымызды жайып алдық. Енді сүзбемізді тапамызға саламыз. Міне қамырымызды әсемдеп алдық. Енді 180 градуста пісіретін боламыз. Міне достар, біздің сүзбелі бәлішіміз дайын болды. Мен әсемдік үшін қант ұнтағымен әсемдеймін. Өте дәмді, маған ұнаған рецепт. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.